достар, бүгін бізде Roblox'та Minecraft'та үй құрайтын боламыз. Достар, бізге ыңғайлы жер таңдап алу керек. Сосын бізде кішігірім бір үй құраймыз. Достар, біз осы жерге салатын болдық. Осы жерге үйді салатын болдық. Достар, мынау бізде біраз күн жоғалып кеткен қызым қайтып келді. Мен қайтып келдім, достар. Ренжімеңдер енді. Мен осы жерге енді бір кішігірім үй саламын. Қазір көреміз. Қайсысы тұрып мынау жатады екен, көреміз. Кәдімгі магазин салсам да болады. Шетелдерге арнап бір кішігірім магазин. Осындай кішігірім болса болады. Себебі шетелдер көп тұрмайды, білесіңдер ғой. Осыны кетіретін жерлерін кетіреміз. Үй салған көбінесе ұнайды бәрімізге, бірақ маған үй салғаннан көрі көбірек сен жақсы. Үй салғаннан көрі дүкен жүргізіп, сериал түсіргенге арнайы әдемілеп бір заттар салған жақсы. Достар, мен дүкенде осы жерде Roblox'та бәрі ойнайды, білесіздер. Вот, достар, мен аянышты өлген кезде бірдеңе айтып кетейін. Мен жақында ютубтан кетемін. Достар, мен біраз ютуберлер мені жақтырмады. Білесіңдер, ютуберлер жақтырмағаннан кейін мен кететін болып шештім. Достар, ренжімеңіздер енді бұл жайтқа. Менің өзім сөйтіп қалап жүрген жоқпын. Сіздерден кеткім келмейді, бірақ Алланың қалауы. Осыдан кейін мына менің соңғы видеомда болуы мүмкін. Себебі мен ютубтан кеткеннен кейін үлкен өмірді бастан кешемін. Достар, мен көбінесе 15 жаста туған күндерін саламын, өзім білемін. Достар, мен білмеймін. Мен барша сіздерге тырысып жүрмін. Видео түсіріп те жүрмін. Қанша қателессем де сіздер соны заттан айтып жүрсіздер да, ал біреулер менің сыртымнан сынайды. Достар, сіздер менің бақытты болғанымды көргіңіз келе ма? Мен бақыттымын, себебі мен жақында 11 ай болатын досым бар. Достар, мен көбінесе мен жалғыз жүретін қыз едім. Мен көбінесе сериал деген заттарды көремін да, бірақ ішінде бір махаббат сериясында ұнамайды. Себебі ол мана махаббат дегенді жыныма келеді. Себебі менде ең соңғы рет деп айта аламын. Менде бірінші рет, алғаш рет стресс болған. Осы жақын түсірмей кеттім ютубта. Себебі мен қатты стресске басылдым, болдым. Себебі махаббат деген қиын нәрсе екен. Ренжімеңдер, достар, бірақ ғашық болып жатсаңдар, бақытты болыңдар. Айтатын басқа сөзім жоқ, бақытты болыңдар. Тек бәріне сене бермеңдер да. Жақсы күйем, сүйем дейтін адамдарға сене бермең көбінесе. Себебі бәрі көбісі бәрі адал деп айта алмаймын. Адал адамдарға тиіп кетсем ренжімеңдер, бірақ адал еместер де бар ішінде. Күйем, сүйем деп атады, артында әңгімесі баланың тілі. Білмеймін, достар, осы адамдар түсінбеймін. Көбінесе жыныма тиеді, сүйем, күйем дейді алады, бірақ артынша баланың тірлігін жасап кетеді. Мен жылаған кездерім көп болды. Білесіздер, мен мықтымын. Қолдаулы мен ютубтан кететін болсам, кімнен қолдау алам, мен не істеймін, ары қарай қалай өмір сүрем,
бәрін бірдеңе ютубқа тиктокқа салып отыратын боламын. Себебі мен тиктоктан көбінесе видеолар саламын, бірақ ол жерден менің өмір баянымды көре алмайсыздар. Ренжімеңіздер, бірақ өмір баянымды салу мүмкін или салмаймын, білмеймін, шешуім керек. Бірақ өмір баяннан бұрын өзімнің қал жағдайымды бірінші біліп алу керек. Достар, сіздер қазір маған біреулер хейт жазасыңдар, біреулер мені зат істейсіңдер, аяйсыңдар. Ал мен хейт жазғанды аяған адамдарды екеуін бір санаймын. Себебі хейт жазатын адамдар да бірдей, зат істейтін адамдар да бірдей болады. Аяйтын адамдар, олар мені ая деп тұрмаймын, ая деп айтпаймын да оларға. Сендерге айтпаймын, ая мен тек просто бәрінен қолдау күткім келеді. Мен қазір отбасым жанымда, шүкір, оғанда қуанамын. Бірақ менің бір ай болған подругам, ол көріп отырса, білмеймін, мен ол туралы жамандап жатқан жоқпын, просто біз ұрысып қалғанда ылғи татуласамыз, істейміз. Ал енді ода татуласқан былай тұрсын, мен әр кезінде қиналамын. Оған айтқым келеді бәрін, бірақ менде қаламайтын зат болады. Сіздер оны түсінесіз, түсінетін адам бар, түсінбейтін адам бар, бірақ мен оны бір адамды қаламаймын, бірақ оны көруім керек болады. Менің сыныптастарым көбісі менің атымды керісінше айтқаны ренжімеймін. Айтса айта берсін. Тек мен ауыр сөз сөйлемесін да. Мен бәріне көтеремін, тек бір-екеуін ғана көтере алмай қаламын кейде. Сынақтар бәрі бар. Мен бәріне мойынсұндым. Баяғыда өздеріңіз түсініп жүрсіздер, мен мойынсұнып бәрін қалайтынымды айттым, бірақ мінезім менде реніш болады. Қыз болғаннан кейін менде реніш қалып қояды. Мен уже 18-ге толмаймын, бірақ ертең болашақта мен ұмыта алмаймын ол заттарды. Мен стресске түсіп қоямын жақсы. Ал мен жүрегімше ойымше бәрі ұмытады, бірақ қалып қояды. Қызда ол бәріне қалып қояды. Бәрібір қалып қояды. Оны ұмытуға тырысады көбісі. Бірақ қыздар ұмыта алмайды. Олар тез ұмытып кетеді, бірақ қыздар ұмыту қиын. Ұмыта алады деп айта алмаймын. Оның қиындығын олар түсінбейді. Себебі ұлға олар. Ал қыздар жақсы біледі. Қалай өз-өзін қинайтынын, қиналатынын да біледі. Сол себептен бәріне сене бермеңіздер. Сіздерге айтқым келетін, бәріңе сене бермеңіздер. Қайсы адамдар болса да сенуді қойыңыздар. Сенетін адам болады, өзі сенбейтін адам болады. Сенетін адамға по-любому сенесің, жүрегің қалап тұрады. Ал сенбейтін, жүрегің қаламайтын адамға өзіңді қинап сенгізудің керегі жоқ. Өздеріңізді қинамай-ақ қойыңыздар. Мен адамды қаламаймын, бірақ қалауым керек дегендей адамдар болады ғой кейде. Ондай адамдар менің білмеймін, мен ешқайсысын түсінбеймін емес, бәрін бірдейсіңдер бұл өмірде. Тек ұлдар да бірдей, бәрі бірдей. Бұл өмірде жарату Алланың қалауы.
өздерің денеңді мүшеңнің бәрін қалап алмадыңдар ғой. Ал ауыр сөйлеу Аллаға тіл тигізумен тең. Сол себептен ұлдарға айтқым келеді, ешкімге тіл тигізбеңіздер, дәтсімеңіздер достар. Ұлдарға қыздар көбінесе сеніп қала бермеңіздер. Сол жағы қиын. Достар, мен әңгімемнен сіздер уже бәрін түсіндіңіздер. Мен кететін болсам, мен уже өмірден кетейін деп жатқан жоқпын. Құрсын Құдайға. Құдай өмірден кетсем, білмеймін, отбасым қалай қалады, ата-анам. Достар, менің інім мен сіңлім бар ғой, Аллаға шүкір, олар да жақсы. Бір көңіл күйімізді сұрап алайық. Білем, бәрілерің бірге жылап алдыңдар. Стресс деген менің өмірімде ең қиын нәрсе. Себебі мен оларды бәріне сене беру, мен бәріне сенетін. Ал Маржан келді, болды. Сену деген менде қалды, баяғыдан алданып қалу, заттармен ұрланып кетуі, мен оларды ешқайсысына ештеңе демей жазасыз қалдырғаным бәрі қалды. Себебі мен бәрін десем, мә дейтін қыз болдым. Достар, мен көбінесе ойлап жүрсіңдер, тыныш қызды жабайы қылған бір подруга деп. Қайта оған рахмет. Менің осы күйімді өзгерткеніне рахмет. Себебі мен осында күйде болатын болсам, кім білсін, білмеймін, мен бәріне алданып жүре беретін бедім. Сол үшін оларға айтарым, қыздарды стресске алып келмеңдер. Олар стресске түссе, 2 есе ауыр тиеді өздеріне. Сосын менде таяқ жейсіңдер. Ойнап айтам. Мен ұлдарға тіл тигізе алмаймын. Менің бір жақсы қабілетім ба, жаман қабілетім ба, білмеймін. Тек оларға сөйлей алмайтын едім. Ал қазір десем, мә деп тұратын қыз болдым. Ұрмаймын, бірақ тілмен тиісем, сөзбен тиісем. Вот. Менің мінездерім шығып жатыр. Білмеймін қайдан дарығанын, бірақ мінездерімді туғызып жатырмын. Бірдеңе қылып шық деді ма, мінезіме бірдеңе тиедім. Кім тиісіп кеткен мен? Достар, көрдіңдер ма? Майнкрафттың өзі мені алдап жатыр ғой. Ой, олар бәрібір бірдей. Өмірде сыналмайтын адам жоқ. Өмір бәрібір бірдей. Өзгеруге тырысады көбісі. Бірақ өмір өзгертпейді. Адам өзгереді. Бірақ өз қабілетің өзгермейді. Бәріне бірдей қарайсың. Бәріне сол баяғы көзқараспен қарайтын сияқты болсын. Бәрібір сол баяғы алданатын қыз сияқты болсын. Ал сенің өзгергеніңді олар білмейді. Сенің бұл өмірден уже жыраққа кетіп атқандарыңды да білмейді, көрмейді. Сол үшін қыз қабілеті ол келбеті, сұлулығы, мәні деп ойламаңыздар. Олар әсіресе мәні, сұлулығы деп бәріне сұлулығына қарап алмаңыздар қыз ешқашан. Ол қате. Сұлулық дегенді тауып аласың ғой, қайдан болсын. Бірақ оның ішкі жан дүниесі, қыз сыйлауы, құрметтеуі, бәрін білетіні сендер үшін қызықтыру керек қой. Басқа біреу үшін емес, сендер үшін ол қызықтыру керек. Себебі менің қызым деп қарамау керек та. Біреудің қызы деп қарамау керек та.
сол себептен қолдан келгенше подарок сыйлық дегенді айтпай ақ қойыңдар, бірақ жылы сөйлеп тұрыңдар. Қыздарға бәрі жылы сөйлеп тұрыңдар. Мен стресстен шықтым, Аллаға шүкір. Бәрін өзгерді, қайтадан жаңа өмір бастайтын болдым. Бірақ сол баяғы стресстен шығару мен үшін, басқа біреулер үшін оңай болған жоқ. Олар оңайлықпен шығара алмады мені. Оңайлықпен шығара алмады. Стресстің бәрін қабылдай алдым. Қалаған сөз болсын, бәрін қала бердім. Жүрек қала берді соны. Қабылдап ала берді. Одан кейін мен стрессті екі есе ауыр тидім. Көбінесе мен далаға шығатынмын. Далаға шықсам болды. Сол көше, сол таныс жерлер бәрі жаны ауыртады. Қыздар, мен дауысым өзі ауырып отырмын. Жылап отыр деп ойламай ақ қойыңыздар. Тамам ауырып отыр кішкене. Бірақ шынымен мен сол баяғы жерге барғым келеді. Сол баяғы кездесу бәрін мен үйтіп қарсы алғым келеді, бірақ қарсы. Мен көбінесе қол ұстасқандардың бәрін суретке салғым келеді. Үйтіп қарсы алып бәрілеріне көрсеткім келеді. Міне деп бүйтіп блог бастағанда обязательно маған ұрсады. Менің көзімше видео түсірме, анау деп. Себебі ол менің досымды да көре алмайды. Маған кейде сөйлеп қалады. По-другому мен бар кезде шақырма деп. Сосын мен ештеңе демеймін, жақсы деп бүйтіп қоя саламын. Ал мектепте мен кіммен аралассам, соның бәрін сұрайды. Ешкімге сұрамайды, бірақ Ақмаржанға тисе ма деп қорқып жүрмін. Ақмаржаннан сұраса, Ақмаржан айтпайды, білем. Бірақ оның бір ашуы болса, менен алмау үшін досынан алсам, көреміз. Не болатынын білемін. Екі есе ауыр тиеді. Мен айырылысып кеттім. Мен оған бәрін қайтарып бердім, подарктың, сыйлықтың бәрін. Қайтарып беруім дұрыс деп ойлайсыздар ма? Білмеймін, бірақ қайтарып бердім. Сыйлығының бәрін қайтарып бердім. Жемеңіздер, бірақ сол сыйлық мен үшін дара сыйлық, ерекше сыйлық деп айта алмаймын. Енді мен дос-балдарым бәрін шақыратын болса, солардың бәрі қарсы. Сен бұрынғы жұбыңмен жақсы едің ғой, анау едің ғой. Өзің қаламасаң мен оны қалай жүрем? Ойлаңыздаршы, өзім қалам тұрған жоқпын, бірақ жүруім керек болады. Онда ауыр тиеді жар бәрімізге. Өзің қаламайсың, бірақ жүруім керек болады. Ол менің болашақта алып кетем деп отқан адам еді. Білесіңдер ма? Болашақта алып кетем. Өміріңнің бәрін балдай қылам деп. Қайдам мана түрмен пара болғанымызға бір ай ғана болды. Мен білмеймін, бәріне күліп қарап жүрген мен едім. Сіздер сау болыңыздар, мен осы видеоны кейінірек саламын. Давайте, сау болыңыздар, пока-пока.